Трамвай Алматыда 1937 жылдың желтоқсанында қаладағы бірінші бағдаршамнан бұрын пайда болған. Кейін 80-ші жылдардың ортасына дейін белсенді түрде дамумен болды. Тіпті Қазақфильм, Жетісу, Мамыр, Қалқаман және басқа да ықшам аудандарды орталықпен ғана емес, тіпті бір-бірімен де қосуға тиіс трамвай желісінің жобасы болған. Өкінішке орай, билік бұл басымдықтан бас тартып, трамвайдан гөрі беделдірек метроны таңдады. Нәтижесі сол, қазір Алматыда метроның бір ғана тармағы бар. Ол таситын жолаушылар саны 80-ші жылдардағы трамвайлармен салыстырғанда 3 есеге аз. Тіпті 2003 жылғы қалған құтқан трамвайлармен де салыстыруға болмайды. Бүгін жағдай қайталанып отыр. Билік жылдам жүретін трамвай салу жоспары бойынша негізгі жұмыстар атқарылып, тіпті байқаудың бірінші сатысының жеңімпаздары анықталып қойғанына қарамастан, бұл жобаны жауып, оның орнына метроны әрі қарай салуды жалғастыруда. Жалпы алғанда, Urban Forum Қазақстан метроның салуына қарсы емес. Алайда, қала үшін метроны көп бөлігі жеке сектордан тұратын Қалқаман ықшам ауданына дейін созған керек пе? Әлде бүкіл қаладан өтетін заманауи жылдам жүретін трамвай салған керек пе десе, біз бір ауыздан трамвай керек дейміз. Жылдам жүретін трамвай немесе жеңіл рельсті көлік жүйесі жолаушылар тасымалдау бойынша метромен таласа алады. Ал салу құны мен мерзімі жағынан метрополитенге қарағанда әлде қайда тартымдырақ. Жеке жолмен жүргенде едені төмен, сыйымды, жылдам трамвайлар жолаушыларды тасу жылдамдығын мен көлемін ғана емес, қалада өмір сүру сапасын да арттырады. Қалада кептеліс салдарынан болатын экономикалық шығындар да азаяды. ЛРТ автобусқа қарағанда көбірек экологиялы, үнемді, шынамды, қауіпсіз әрі жайлы болып келеді. Заманауи трамвай әлемнің барлық бөлігінде қайта жаңданып жатқан жайы бар. Еуропа, Азия, Солтүстік Америка мен Австралия ЛРТ-ның таралуы бойынша көшбасшылар. Соңғы 10 жылда Африкада осындай 10 жүйе қолданысқа енгізілді. Оңтүстік Америкада 8 ЛРТ жүйесі бар. Оның 4-еуі соңғы 5 жылда салынды. Алматыда да трамвай ренессансы жоспарланған. Ұзындығы 23 шақырым болатын 35 аялдамасы бар бірінші желі Алматының батысындағы ықшам аудандарды қаланың орталығымен байланыстыруға тиіс еді. Толық жеке жолы бар. Қиылыстарда басымдыққа Е 36 заманауи төмен еденді көп секциялы трамвай тап бүгінгі күні 4 минут сайын жүріп тұру керек болған. Жоба оның техникалық-экономикалық негіздеме әзірлене бастаған 2000 жылдардың ортасынан бері созылып келеді. 2015 жылға қарай ЛРТ-ның бірінші желісінің жобасы әзірленді. Әкімдік құрылыстың жақында басталып, 2020 жылға қарай аяқталатынына уәде берген. Бар мәселе мемлекеттік жеке серіктестік сұлбасында инвестор таңдап алынатын байқауға келіп тірелген. Байқауды бірнеше рет ауыстырды. Бірінші саты 2018 жылы өтті. Бұл көзде кандидаттардың қысқаша тізімі анықталды. Алайда байқаудың екінші сатысы сол күйі әлі өтпей қалды. Қайталап айтамыз, ЛРТ жобасы көліктен бастап инвестор тарту үлгісіне дейін толықтай дайын еді. Ол халықаралық кеңесшілердің қатысуымен әзірленген. Сараптама жасалып, жалпы қалалық стратегияның құрамдас бір бөлігі болған. Қала салу шешімдерінің тұтас бір бөлігі қысқа уақытта көп жолаушы таси алатын жылдам трамвайлардың пайда болатынына есептелініп қабылданған еді. Мысалы, Алматы арена орталығы, оның айналасындағы ірі ықшам аудандар мен сол жаққа индустриялық аймақ салу жобасы. Біз осы тұрғын үйлердің 300-ден астам адамға сауалнама жүргіздік. Жауап берушілердің 3-тен 1 бөлігі бұл жерден баспана сатып алғанда жылдам жүретін трамвайлардың пайда болатынына есеп жасағанын айтты. Ауданда ЛРТ-ның пайда болатынынан үміттенген тұрғындардың 84%-ы бүгінде жолға 1 сағаттан, одан да көп уақыт жұмсайды. Сұралғандардың 80%-дан астамы күн сайын көлікке мінеді. 70% болса күн сайын қоғамдық көлікті пайдаланады. 20% күн сайын автокөлікті пайдаланады. Алайда олардың екеуі де жолға 1 сағаттан астам уақыт жұмсайды. Адамдардың баратын негізгі нүктелері
қала орталығы, сайран немесе саяхат ауданы. Ал бұл дәл ЛРТ-ның бірінші желісіні жалғастыруға тиіс болған тораптар. Жауап бергендердің 8% ғана қоғамдық көліктің жұмысына қанағаттанады. Сұралғандардың 98% қоғамдық көлік жылдамырақ, жайлырақ және қауіпсізірек болса, оны жиірек пайдаланатынын айтты. 89% ауданда ЛРТ-ның пайда болуын күтеді. ЛРТ-ның бірінші желісінің бағытын дәлірек айтқанда Момышұлы көшесінің Мөңке биден Төле би көшелеріне дейін және Төле би көшесінің Момышұлы көшесінен Панфиловқа дейін бір бөлігін мұқият қарастырайық. Бұл учаскелерде қалыптасқан жағдай таразының екі басын елестетеді. Бір жағында Момышұлы көшесі жағындағы бағасы тартымды көп тұрғын үй, екінші жағында Төле би көшесі жағындағы көптеген бизнес, сауда және оқу мекемелері. Көзге көрініп тұрған теңгерімсіздік Момышұлы көшесі жағындағы тұрғындардың өз аудандарынан оқуға немесе жұмысқа, жұмыс күндері ғана емес, сондай-ақ тауар, қызмет алып, қыдыру үшін демалыс күндерде шығуға мәжбүр болатынын көрсетеді. Белсенді түрінде салынып жатқанына қарамастан, Момышұлы ауданы сауда, оқу және іскерлік нысандар үшін әлі де тартымсыз болып тұр. Оның басты себебі ауданға көлікпен жету қиындығы. Ауданның өмір сапасын, экономикалық әлеуетін және тартымдылығын арту кілті жылдам жүретін трамвай жобасы болып келеді. Ол жол жүру уақытын қысқартып қана қоймай, метро бекеттері сияқты ауданның беделін өзгертеді. Мұндағы тұрғын үй мен жер бағасын көтереді. Іскерлік белсендікке және жұмыс орындарын ашуға көмектеседі. Көлік кептелістері мен апаттардың санын азайтуға серпін береді. Бұл қаланың әртүрлі аудандарының бірдей даму мәселесін шешуге, барлық тұрғындардың көлікке бірдей қол жетуіне көмектеседі. ЛРТ жобасы тоқтап тұрғанда, қала тұрғындары кептелістерде уақыт жоғалтуда. Мұның орнына олар қала экономикасын дамытуға үлес қосып, уақытын отбасымен немесе достарымен бірге сапалы өткізіп, өз өмірінің сапасы мен әлеуметтік капиталын арттыра алар еді. Жылдам жүретін трамвай жобасы бойынша бұрын жүргізілген зерттеулерді ескере отырып, біз оны іске асыру керек деп есептейміз. Бұл Төле би көшесіндегі нысандарға және Момышұлы көшесіндегі тұрғын үйлерге қол жетімділікті жақсартады. Оларды Алматының орталығымен жалғастырады және жандандырып дамытуға көмектеседі. Осы аудандардағы тұрғындардың өмір сапасы арттырады. Зиянды қалдықтарды, жол жүрге кететін уақыт пен қаржы шығындарын азайтады. ЛРТ желісінің автобустар мен метродан артықшылықтарын дәл қазір экраннан көре аласыздар. Алматыда мұндай жүйені салуға толық мүмкіндік бар. Тек биліктің саяси еркі мен қоғамның айқын естілетін сұранысы ғана керек. Ол үшін біз сіздерді Алматыға трамвай керек деген науқанды қолдауға шақырамыз. Біздің жазбаша шағымымызға дәл қазір қол қойыңыздар және осы бейнені достарыңызға таратыңыздар. Сондай-ақ біз Инстаграмға арнайы бетперде дайындадық. Егер бізбен келісіп Алматыға трамвай керек деп ойласаңыз, достарыңызға не себептен Алматыға трамвай керегін айтып беріңіз. Осы видеоға лайк басып, достарыңызға таратыңыздар. Тек біріккенде ғана біз Алматыға трамвайларды қайта әкеле аламыз.